Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7 сынып 8 бөлім дұрыс тамақтану гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар. Сабағымыздың тақырыбы сүт өнімдерінің пайдасы. Бізге берілген оқу мақсаты оқылым мен тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазу, одағай түрлерін ажырата білу, қолдану. Сабақ соңына күтілетін нәтиже: оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазады, одағай түрлерін ажырата біледі, қолданады. Бізге берілген оқылым мәтіні айранның пайдасы. Айран сүттен жасалатын тағам, оның адам ағзасына пайдасы зор. Тамақтан уланған кезде айранды қолдануға болады. Айран ағзаны тазартып қана қоймай, өзінің дәрумендерімен емдеп жазады. Адамның ауру қарсы тұру қабілетіне көтереді. Айранның құрамы сүтке ұқсағанмен ұйытылған соң пайдалы дәрумендердің саны анағұрлым арта түседі. Айранның қасиетін қазақ бұрыннан біліп, кешкі астан соң міндетті түрде бір кесе айран тұтынған. Бұл асты қорытуға көмегін тигізеді. Қонаққа да кез келген тағаммен бірге айран ұсынған. Осылайша қазақтың дастарханынан айран үзілмей келеді. Ұзақ жолға да айран алып шыққан, себебі ол шөл қандыратындары әрі тойымды тамақ. Айран құрамындағы дәрумендер адам саулығын қамтамасыз ете алады ма? Ғалымдар аты жаман ауруларды осы айранмен емдегенін айтады. Емдік қасиеті мол сусынды жақтырмайтын адам ағзасы жоқ. Ал сүтті ұнатпайтын адамдар кездеседі, себебі олардың ағзасы сүт құрамында кездесетін лактоза деген элементті қорыта алмайды. Салдарынан іште дисбактериоз сияқты ауру пайда болады. Ал айранның мұндай реакциясы мүлде жоқ. Қайта мұны ішкен адам әлденіп, қауқары арта түседі. Айран құрамындағы калий мен кальций, Д дәрумені сүйектің беріктігін қатайтып, бұлшық еттерді нығайтады. Бұл аз десеңіз, асқазан жолдарын емдеп, ішек ауруларын жазады. Көздің көру қабілетін арттырады. Құрамындағы А дәрумені тері қабатының жұмсақ әрі әдемі болуына жағдай жасайды. Ал фосфор түрлі инфекциялардың алдын алып, жұқпалы дерттерден сақтайды. Бұл бізде оқылым мәтіні болатын. Ал енді тыңдалым мәтініне құлақ түрсек. Сүт өнімдеріне айран, құрт, ірімшік, тосап, қатық, май жатады. Олардың әрқайсының ағзаға тигізер пайдасы мол. Мәселен, айран гипертония, гастрит ауруларына ем. Түнде ұйқыңыз қашса, бір кесе айран ішсеңіз, тыныш әрі жақсы демаласыз. Құрт жасау үшін сүтті ұйытып, дорбаға құйып іліп қояды. Сары суы толық аққан соң қатықты ыдысқа салып, тұз себеді. Оны балалар ғана емес, үлкендер де жақсы көреді. Қазақта өрете тұрған құртты кеппей жеуге болмайды деген ырым бар. Егер олай істесе, қатты жауын жауады деген түсінік қалыптасқан. Жалпы құрт өкпе ауруына соқ тигенде көмектесетін бірден бір тағам. Тосап тамаққа соқ тигенде өте пайдалы. Жаңа босанған әйелдерге де арнайы дайындайды. Яғни ол қой сүтінен жасалатын емдік тағам. Тосап жасау үшін қойдың қою сүтін қайнатады да үстіне май салады. Ауырған адамға суымай тұрып ішкізеді. Сүт көжені дайындау үшін тары немесе күріш қосады. Ол балалар мен қарттардың денсаулығына өте пайдалы. Ал ірімшік жасағанда қойдың сүтін шұңғыл ыдысқа құйып, жылытып, аштық салып, сүтті ірітеді. Біраз уақыттан соң ұйыған сүт бөлектеніп, ақ ірімшікке айналады. Екі мәтінді салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын табыңыздар. Бізге берілген әдеби тіл нормалары одағай. Тілімізде адам сезімінің алуан түрлі екенін білдіретін сөздер болады. Айталық, қуанғанда, ренжігенде, қорыққанда белгілі бір сөздерді қолданамыз. Мысалы, ау, қайдан келесің? Пай-пай, жүйрігін-ай. Бәрекелді, нағыз азамат осындай болар. Қарағым-ай, бізде қай бір ес қалды дейсің деген сөйлемдердегі ау, пай-пай, бәрекелді, деген одағайлар үйреншікті дағдыда айналғандықтан жұрттың бәріне түсінікті болып кеткен. Сөйлемде одағайлар басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспей, оқшау айтылады.
Сондықтан одағай сөйлем мүшесі бола алмайды. Тек қосымшалар қабылданған жағдайда ғана белгілі бір сөз табына айналып сөйлем мүшесінің қызметін атқара алады. Мысалы, отырса тұрса ойбайы аузынан түспейді. Бұл сөйлемде одағай заттанып бастауыш қызметін атқарып тұр, яғни ойбайы түспейді. Түспейді несі ойбайы, яғни бастауыш. Ойбайы сөзі бастауыш болып тұр. Сәлден соң досым ақылеп-үкілеп мазасыздана бастады. Мұнда етістікке айналып пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Ақылеп-үкілеп, яғни қалай деген сұраққа жауап береді. Мұнда пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Бізге берілген жазылым тапсырмасы оқулығымыздағы екінші тапсырма. Мәтінді өз көзқарастарың бойынша жалғастырыңдар. Мәтін. Сүт ағзаның дамуын ұзақ уақыт бойы қамтамасыз ететін құнарлы табиғи азық. Адам сүтті нанмен қатар 5000 жылдан аса уақыт бойы тұтынып келеді. Академик Павлов сүтті табиғаттың өзі дайындаған тағам деп атады. Себебі мәтінді әрі қарай жалғастырыңыз. Бізге берілген кері байланыс тапсырмасы оқулығымыздағы 127 беттегі 5-ші тапсырма. Қуануға, қорқуға, ренжуге байланысты жағдаят ойластырып, одағайлардың қатысуымен диалог жазыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.